баланың бірінші қандай қызға үйленетінін таңдап жүргенін білесің ба? Сен бейшара ойлашы. Әйтпесе көп қой маған қыз деген. Мен білесің ба қандай қыз таңдап жүргенін? Сен ойлап жүрген жассың. Бір бейшараға үйленсе қатын тимейді болған. Сен тыңдашы айналайын. Біріншіден бойы 1.70-тен асу керек маған тиетін қыздың. Бөкселі, денелі, кішкене сүйекті қыз керек та маған. Сүйегі ірі, кішкене. Батыр жігіттер, батыр балдар, ұлдарым батыр болу керек. Денелі болу керек. Сондықтан мен бойым ұзын болған екен. Бойы ұзын, беліне, шашы беліне келетін. Фигурасы әдемі, төсі де келген. Кішкене. Төсі де әдемі болу керек та, үлкендеу, кішкене. Денелі қыз деп жүрмін, міне сондай қызбен сондай шашы беліне келетін, әдемі, қасы көзі қиылып қалған, көзі бадырайып қалған пиз. Мен сондай қыз табам әлі. Табам да, ақшам да бар, Аллаға шүкір, машина әперем, үйде салам, мен ақшам да жетеді. Сен мені адам мына қызға үйленді ойлайсың ба? Тентек, сенің қатының менің қатыныма жете алмайды. Мақтанам мен әлі қатынмен. Міне, мен әлі қатынымды Мисс Қазақстанға қатыстырам. 1 миллион теңге.